Саламатсыздар ма? Мен Саржан номер 1 жалпы орта білім беретін мектебінің 6 Б класс оқушысы Бабек қызы Гүлдәурен, жетекші Макена Лаура Серік қызы. Ғылыми жобаның тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлының төте жазуы мәдени мұрадан заманауи брендке дейін. Қазіргі таңда ұлттың жады неғұрлым терең, тарихының саласы неғұрлым берік болған сайын, оның рухани әлемі кең әрі таза болады. Біз болашақта барлау үшін өткенді білуіміз қажет. Төте жазу қазақ халқының маңызды мәдени мұрасы. Бірақ қазіргі кезде жаһандану үдерісі бойынша ұлттық құндылықтар жойылып бара жатыр. Сондықтан біз оны тек қана жадымызды сақтап қана қоймай, оны жаңа форматта жаңғырту қажеттілігі туындап отыр. Осы салада сән индустриясы, яғни фэшн саласы ұлттық құндылықтарды насихаттаудың ең тиімді тәсілі болып келеді. Тақырыптың өзектілігі ол төте жазуды киімге енгізу арқылы мәдени кодты сақтап, оны жастар арасында таныту. Яғни бұл ұлттық құндылық пен күнделікті өмірді байланыстыруға маңызды. Мақсаты төте жазу ұлттық бренд киімдерге енгізудің тиімділігін анықтау және де оның сән индустриясындағы рөлін зерттеу. Міндеттері төте жазудың тарихи және мәдениетін зерттеу, қазіргі фэшн индустриядағы ұлттық элементтерін талдау, киім дизайнда төте жазуды қолдану жолдарын ұсыну және де жастар арасындағы қызығушылық деңгейін анықтау. Гипотеза: егер төте жазуындай QR-код болса, ол тек сан элементі ғана емес, сонымен қатар ұлттық мәдениетіміздің құндылығын арттырады. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тіл білімінің негізін қалаған көрнекті ғалым, ағартушы. Ол араб графикасына жасалған, қазақ тіл жүйесіне жасалған төте жазуын шығарды. Төте жазу қазақ тіліне дыбыс жүйесіне жасалған алғашқы ғылыми әліпби. Бұл арқылы халық өз тілін сақтап, дамытып, оны жаңа деңгейге көтерді. Және де ол 20 ғасырдың алғашқы жартысынан бастап мектептерде, баспасөздерде ресми іс құжат жөнінде қолдана бастады. Ол арқылы халық өз дәстүрін және тарихи жадын сақтай алды. Фэшн индустриясындағы қолдану. Киім арқылы біз мәдениетті халыққа түсіндіре аламыз. Және де төте жазуды киім дизайнда қолдану ол бізге ұлттық идеяны визуалды түрде жеткізуге мүмкіндік береді. Қолдану мысалдары: футболкадағы қысқа мәтіндер, нақыл сөздер. Мысалы, футболкадағы қысқа мәтіндер ол күнделікті өмірде төте жазуды есте алуға мүмкіндік береді, және де ол адамның ішкі құндылықтары мен дүниетанымын көрсетеді. Ризықтағы жазуның ұлттық өрнек үйлесімі. Ризықтағы тек төте жазу жазылып қана қоймай, оның қасына керемет ұлттық ою-өрнектер қосылған. Яғни бұл өте керемет әрі дизайнды болып келеді. Кепкадағы қысқа символдық сөздер. Кепкадағы қысқа символдық сөздер ол streetwear мәдениетіне жақын. Яғни ол біздің қазақ тілінде рух, еркіндік, байрақ деген сөздер бар. Ол сөздерді адамға айтқан кезде адамда бір емес бірнеше ойлар пайда болады. Яғни бұл кепкадағы қысқа символдық сөз осындай мағына береді. Худидағы үлкен композиция жазулар. Үлкен дегеніміз, яғни худида өте үлкен жазулар болатын болса, ол халықтың назарын қараттырып, өте дизайнды худи жасайды. Бұл элементтер ерекше мағына береді. Жай ғана сән емес, оны мәдени құралға айналдыруға мүмкіндік береді. Және де осындай Ахмет Байтұрсынұлының төте жазуымен жасалған осындай киім бар. Мен болашақта осы төте брендін қолға алып, сіздерге де осыны ұсынар едім. Бұл халықтың назарын аудартып, өте керемет киімдерге жолын ұсынады. Ұлттық бренд қалыптастыру. Төте жазуды қолдану арқылы Қазақстанның мәдени ерекшелігін көрсетуге болады. Және де төте жазу арқылы қолданылған бренд ертең ол болашақта танымал болуы мүмкін. Өйткені қазіргі жастарда ерекше шрифттермен жазылған, өте үлкен мағына беретін сөздер қызықтырады. Сондықтан төте жазу ол танымал болуға ықтималдығы өте көп. Ұлттық брендтің негізі мәдени код. Оның маңызды салаларының бірі киім индустриясы, себебі киім мәдениеті кең тарайды. Қорытындылай келсек, Ахмет Байтұрсынұлының негізін қалаған төте жазу ол тек қана тарихи мұра емес, ол заманауи мәдениетті құндылық. Ол төте жазу тек фэшн индустриямен байланыстыра
ұлттық дәстүр мен заманауи стильді үйлестіруге мүмкіндік береді. Және де сонымен қатар төте жазуды QR код сияқты технологиялармен қолданатын болсақ, ол тек сән элементі ғана емес, сонымен қатар біздің қазақ даламызды сипаттауға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.